Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 7-ші сабағымызға келдік. П, Т, Р, Х әріптерінің кіші әрпін жазуға кірісеміз. П әрпінің құйыршығынан 2 торгөз тастап, жоғарыдан бастаймыз. Жақындатып көрсетейін. Жоғарыдан дүзу сызық, қайтадан тура сол жолмен қайтып, жоғарғы сызықтың бойымен имек қайырамыз. Қайталаймын. 2 торгөз тастап, жоғарыдан 1, 2, 3, 4. П. Келесі Т әрпін дәл солай, тек таяқшамыз 3 болады. 2 торгөз тастаймыз, жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Имек. Тағы бір рет қайталаймын. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Р әрпінің кіші әрпі бұл жолдың астына түсетін бөлігі бар екенін ұмытпаймыз. 2 торгөз. Жол астына қарай ортан белге дейін түсіремін. Тура келген жолмен кері қайтамыз. Жоғары көтерілемін. Жоғарыдан имек келесі торгөздің қабырғасына дейін әкелеміз. Қайталаймын. 2 торгөз тастадым, жоғарыдан төмен қарай дүзу сызық, кері қайтамын, имек қайырамын. Х әрпі керісінше сызықтың жоғарғы жағына қарай созылады. 2 торгөз тастадым, жоғарғы ортан белінен бастаймыз. Төмен қарай астыңғы сызыққа кеп тоқтадық. Енді қолымызды үзбестен жоғары қайта көтерілеміз. Имек қайырамын. Қайталаймын. Жоғарғы сызықтың ортан белінен астыңғы сызыққа дейін төмен түсеміз. Кері қайтып, имек қайырамын.